Абай Құнанбайұлы 7-ші қара сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хам өзі жетілмейді. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жылтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай кернен болса, даусына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге өйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жанның құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген хам, көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса, денелеп білмесе адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзілде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын әрі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқан. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақта есімізден шығып кететұғын. Құмарымызды ер жеткен соң ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз. Мен Абай Құнанбайұлының қара сөздерін оқуға байланысты эстафетаны 8-ші А сынып оқушыларына жолдаймын.